Ерчі қазаны поэзиясы Дағыстанны тарихинне, адабиятынна ва маданиятыннағы ролю ва матнасы ақта өз пикрулар ва ойлары булан Ерчі қазаны атыннағы Маданият фондуну председатели профессор Абдулғадир Абдулатипов, Дағыстанны халық шайри Махамад Хамитов, Дағыстанны халық язучусу Бике Кулунчакова, шаир ва прозаик Дағыстан Республиканы пачалық премиясыны лауреаты Арбен Қардаш, Буйнакск районну администрациясыны башчысыны заместители Хажимурат Рашбудинов yoldaşlar çıgып söylediler. Estelik юбилей чараны шатлы жыйынынан соң Дағыстан инче сәнятын ustalarını, Умук театрны, опера ва балетне пачалық театрны, Лезгинка деген дүнияға аты айтылған пачалық академический бию ансамблі, Ағай Аплановны атынағы Қарбыдакентлі эргишлеріні хоруну, Қормасқаладың елген яш ағач құмысшыланы ва Сарихумныен өзлені атын көп үлкелеге танытып болған яшляны бию ансамблі, Төбен қазаныштағы эргишлеріні байтеректейін хоруну ва белгілі артистлер ва ераулар Айгум Айгумовну, Байсултан Осаевны, Латип Шаиповну, Зоя Чунаеваны ортақчылығы булан, Райсияны инче сәнятыны атқазыңын чалышучусу Скандарбек Тулпаровны yolbaşçılığı булан хәзерленген уллу концерт программа көрсетілді.